Бәріне сәлем, бүгін коладан сабын жасайтын боламыз. Кола организмге зиян, сондықтан мен ыдыс жуатын сабын жасаймын деп шештім. Ол үшін бір сабынымызды теркадан жақсылап өткізіп аламыз да, оның үстінен коламызды құямыз. Сосын оның үстіне 2 стакандай суық суымызды құйып, жақсылап араластырамыз ерігенше. Еріп келе жатқан кезде тағы да жарты стакан суға 1 қасық сода, 1 қасық тұзымызды қосып, отта тұрған ерітіндінің үстіне құясыздар. Осылай ақ көбікке айналып бастайды. Сосын осындай керекті формаларға құйып, бір түнге қойып қоясыздар. Морозильникке немесе салқын жерге қойып қойсаңыздар, сабын өздігінен қатады. Қараңыздар, қандай керемет сабын болып шықты. Енді дайын болған сабындарымызды 6 бөлікке осылай бөліп қойсаңыздар болады, контейнерға сиятындай қылып. Мен осылай үлкен бөліктерге бөліп тастадым. Бұл сабынмен қазандардың сыртындағы майларды, кастрюль болсын, осындай теркалардың және де чайниктердің сыртындағы осындай май дақтарын барлығын кетіруге болады екен, қыздар. Мен бірінші рет жасап көрдім, бірақ енді керемет кетіреді. Қазір сіздердің көздеріңізше мінекей сабынды алып, жақсылап майдың барлығын кетіріп жатыр. Осындай жеңіл майлардың барлығын кетіреді екен бұл сабын. Сондықтан жасап көрсеңіздер болады. Міне сіздердің көздеріңізше жуып барлығын көрсетем. Жып-жылтыр керемет қылып шығады ғой, қыздар. Видео ұнаған болса сақтап алып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған жан-жақты келін. Лайк басып, комментарий, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.